Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айғаным. Бүгін осындай өте ерекше дәмді печенье дайындаймыз. Құрамы өте қарапайым, дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Керек заттар тізімін төменгі описаниеға қалдырамын. Алдымен ыдысқа 2 жұмыртқаны саламыз. Үстіне қант, ванильді қант және де кішкене тұз саламыз да жақсылап араластырамыз. Миксермен 2-3 минуттай ағарып көпіргенше араластырамыз. Миксермен жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне сұйық майды қосып, тағы да араластырып аламыз. Содан соң ұнды електен өткізіп саламыз. Және де үстіне 1 қасық қопсытқыш қосамыз. Енді артық ұн қоспай, тек осы ұнмен ғана жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз осындай қолға жабыспайтын болады. Енді осы қамырды теңдей 2-ге бөліп аламыз. Сосын бір бөлігіне 1 ас қасық какао қосамыз. Какаомыз қамырға біркелкі болып біріккенше жақсылап билеп аламыз. Міне біздің қамырымыз тура осындай болу керек. Жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын. Енді осы қамырларды тағы да 2-ге бөліп аламыз. Енді осы қамырды осы видеода көрсетілгендей қолымызбен осылай ұзын қылып жасап шығамыз. Әр қайсысын біртіндеп жасаймыз осы қамырларды. Содан соң осы қамырларымызды бір-біріне орап шығамыз. Біздің қамырларымыз бір-біріне бірігу керек түстері. Ақ және какао қосылған қамырымыз зебра сияқты болу керек. Міне достар, біздің қамырымыздың түсі өте әдемі болып шықты, зебра сияқты. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Егер де түсінбей жатсаңыздар, төменге пікір қалдырып сұрасаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Енді осы қамырымызды қызып тұрған пешке 180 градусқа 40 минуттай қойып пісіріп аламыз. Міне достар, біздің рулет сияқты печеньеміз дайын. Енді үстіне ерітілген шоколадты жағып шығамын. Содан соң үстіне орех септім. Шоколад пен орехтың дәмі өте керемет үйлеседі. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша басқаша сәндесеңіздер болады. Енді осылай турап шығамыз. Міне өте әдемі болып шықты. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, каналға тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Сіздермен болған Айғаным.